Қайырлы күн. Біздің кезекті сабағымыз ол тақырып 2-5 мобильді жүйелердің интерфейстерін жасау технологиялары. Алдыңғы сабақта біз дизайн жасаған болатынбыз, алдыңғы сабақта Laravelмен жасаған болатынбыз. Енді 2-5 біз жасанды интеллектпен код жазудың кішкене күрделі түрін үйренеміз. Кішкене ұзақта сабақ болуы мүмкін. Ол үшін курсор дейтін программаны қолданамыз. Сол ішіндегі жасанды интеллекттерді қолданамыз. Қазір сол лайфхактармен бөлісеміз. Мысалы, алдыңғы сабақта біз бір лендинг пейдж жасадық қой. Ол бір беттерге арналған Laravel'ды жасау күшті да. Курсормен біз уже оның функциясын, логикасын, кейін оны доменге салу жағын барлығын осымен жасасақ болады. Сонымен бір мобильді қосымша да жасауға болады, Telegram ботты жасауға болады, кез келген нәрсе жасауға болады. Laravelмен сіздер тек қана сайт жасайсыздар. Ал курсормен кез келген кодингпе, кішкене күрделі кодинг түрлерін бәрін жасауға болады. Сол үшін қазір лайфхактармен бөлісемін. Тегін версияларын қолдану арқылы тек қана бір жасанды интеллектті подписка сатып алуға болады. Керек ол курсор программаның, өйткені бұл жақта лимит тез бітеді. Бірақ түсіндірем, ол ішінде қандай түрлер бар екен. Так, онда курсормен танысайынсіздерді. Cursor.com дейтін сайтқа кіресіздер. Мынандай скачать етіп аласыздар. Мына жерде Mac үшін, Windows үшін барлығы деген тұрады. Прайсинг, яғни хобби үшін, үйрену үшін тегін жетеді дейді. Limited агент ресурс, limited болады. То есть андай қанша лимит беретін екен мына жерде жазылмаған. Әр кезде әртүрлі, біреудікі запросқа байланысты ғой, біреу промпт ұзақ жазады, үлкен промпт, біреу аз промпт жазады, сол үшін нақты жазылмаған. И хобби үйрену үшін осы жетеді. Бірақ біреулерде бір аптада лимит бітуі мүмкін, біреуде бір-екі сағатта бітуі мүмкін. Қолдануға байланысты. Мен өзім қазір $20 қолданам, айына почти 9,000-10 мың шығатты. Осы маған жетіп жатыр қазір. Так, осыны скачать еткеннен кейін sign in деп Gmail-мен кіресіздер. Gmail-мен кіріп, Google-мен бәрін кіріп болған соң, бәрі күшті болғаннан кейін сіздерді скачать етіп осыншыдан соң мынандай курсор дейтін программа болады. Осыны ашасыздар. И дәл осы жақта да сол бағана Gmail-ді кіріп настройкасын жасайсыздар. Осындай кәдімгі бөлек программа ашылады. Мысалы, мына жерде мынаны бассаңыздар, Pro версия. Менің почтамен кіргем, Pro версия екен көрініп тұрады. Мына жерде курсор аккаунт басасыздар да, Open дейсіздер, ол сіздерге ашылады да, осыны сайт ашылады. Сайтқа Gmail-мен кірсеңіздер, мына жақ сразу автомат соған екеуі бір-бірімен қосылып кетеді. Енді так, бұл жердегі неге курсор сіздерге жететінін түсіндіргім келеді. Мысалы, бізде жасанды интеллекттің түрлері көп. Не бар? GPT бар, антропиктің жасанды интеллекті бар, Claude деген бар, кодекс дейтіндер бар да. Бұның ішінде мынаны басып автоны өзгертсеңіздер, қараңыздар. GPT 5.5 бар. 5.5 осы жақында ғана енді шықты. Мынау 2 майға үшін 50% скидкасы бар деп тұр. Кодекс бар, антропикт, OpenAI-дікі, Sonnet бар, антропиктікі, Claude-дікі. Науда Claude-дікі. Значит, ең последний модельдердің барлығы осы бір курсордың ішінде тұрады. Енді әрине оригинал сияқты болмайды, лимиттер болады. Мынада мысалы 272 мың контекст, мынада да 272 мың береді екен, Sonnet-ке 200 мың береді екен. То есть бір жасанды интеллектке подписка, жасанды интеллект емес, курсорға подписка жасау арқылы сіз бүкіл жасанды интеллекттерге қолдану мүмкіншілігіңіз береді. Значит, 200 мың токен қолдануға болады. Оны былай бірмен есептеу қиындау болады. Кейде автоны қосып қоямыз да, ол жұмысқа байланысты өзі таңдайды. Үлкен күрделі бір жұмыстар болса, ол кодекс қолданады. Егер қысқа немесе сөздерге байланысты болса, GPT қолданады. То есть өзі біледі қайсысын дұрыс қолдану керек екен. И мен бұны өзі подписка болғаннан кейін мен бұны GPT сияқты да қолдана берем. Кәдімгі AI сияқты қылып. Мына жерге басып сұрақ сұрасам болады. Мына жерде плюс басып сұрақ сұрасам болады, пландасам болады. Одан кейін сіздермен қазір мұның ішінде сұрақ жауаптардың чаттары қазір код жазып, сол кодты сіздердің орныңызға код жазып береді. Сондай
бағдарлама ретінде де қолданып көрсетемін. Бастапқыда мына кәдімгі GPT, кәдімгі чат ретінде қолдануға болатынын біз түсіндіргім келді. Курсорды қолдану үшін біздің кішкене бір күрделі бір проектті алуға ойладым. Алдыңғы проектіміз бізде бір страницалық болды және ол дайын болды, оны жалғастырмай-ақ жаңа бір түрін қолданайық. Кішкене функциясы көп, кішкене функциялар көптеу, бір страница емес 3-4 страницалық. Ол үшін мен андай Banani'ден осындай бір Career Start Landing деген бір сайттың дизайн жасадық. Бұл деген болашақ мамандығыңды бүгін тап. Яғни мынандай бір халықаралық RIASEC дейтін бір модельге негізделген кәсіптік бағдарлау тестін тапсырып, өзіңе сәйкес келетін мамандықтарды анықта дейді. Профориентацияның бір түрі өзіңе келетін мамандықтар қазір уже актуальны болып келе жатыр. Бұл жерде 40-50 сұрақтан тұрады, 20 минут дейді, PDF нәтижесі беріледі. Мына мен тесттің түрін алдын ала зерттегем сайттан. Осын қолданып, алдыңғы сабақтағыдай референс беріп, осындай бір сайт құрастырдым. Сайттарын бәрі құрастырдым. Мына жердегілі, неге тапсыру керек, өзің жолын таңда деген сияқты. Қазір басқаннан кейін мына жақтан сайт шығады, сәлем бастайық. Одан кейін сұрақтардың түрлері, қалай сұрақтар пайда болады. Мына сұрақтың түрлерін ойдан құрастырған, мен әлі енді сұрақтың түрлерін құрастыруым керек. Жеке жол картасы деген сияқты. Мынаның барлығы дизайн, логикасы, сұрақтары, анау барлығын біз қазір курсормен жасаймыз. Жасаймыз. Лайфхак ретінде мынаның бірінші бетін Lovable-мен де жасап алуға болады. Потом Lovable-да кодты көшіріп, курсорға қойып, арқай жалғастыруға да болады. Қалай ыңғайлы солай істеуге болады. Так, Lovable жасадыңыздар, көрдіңіздер. Давайте біз енді Lovable-да теспей бірден курсорға кірсейге, курсор арқылы жасайық. Так, Banani'дан мына жерде, мысалы, мына жердегілер ұнамай тұр маған. Кейбір тесттің сұрақтары ұнамай тұр мүмкін. Мына жерлер мынау екеуі опыстапта жақын болып тұр, суреттер ұнамай тұрды. Сол үшін мен бұларды көшіріп, Figmaға салып алдым. Мына жерде кейбір отступтарды жөнелтем. Мысалы, мынаның отступын. Так, бедік. Мынаның бәрін алсайық та, чөт астыға түсірейік. Централизация болсын. Мынаның отступын чөт астыға түсірейін. Мына жер ашық болған әдемі да. Неге мен дизайн өзгертіп, өйткені дәл осы дизайнды мен қазір курсормен жазыртам. Дизайн, разработканы жасап алып, кейін текст өзгерткенше бірінші ол жақтан сразу өзгертіп алған. Дұрыс. Career Center дейді. Career Center осындай мет. Так, чегім сосын оқушыларына арналған дейді. Так, мына тестті де көшірейін. Көпті Figma деп. Енді қойып аламыз. Мынаны аламыз да. Неде кейде текстке қателер болуы мүмкін. Міне, текстке қате. Қате деген андай қазақша фонтта кейде түсінбей қалады. Так, текстті басып тұрамыз бірінші. Кейін қалғанын барлығын бүйтіп комментті басып таңдаймыз. Так, мынаның барлығы қай жақта? Мына жақта ғой. Мынаның бәрін таңдаймыз да. Ой. Мен сыртына шығып кеттім. Тексті басып тұрып, мынаның бәрін комментпен таңдаймыз. Бірінші тексті басып тұрып міндетті, өйткені анау resizing деген, сол тексті басқанда ғана шығады функциясы. Resizing деген. Сол үшін осы ұстап тұрып бәрін таңдап, так, мынаны таңдайын да, тұр кеткізіп дұрыстадым. Енді мына жақ қай жақ? Мынау right екен ғой. Тіктейм, барлығын дұрыстайым. Так, тексттарын бәрін тексеріп шығуым керек. Сол жерде қате болмау керек, өйткені оқитын кезде кішкене оқып дұрыс емес болып қалуы мүмкін қазір. Енді тесттің жасалу, тесттің тапсыру процесі. Так. Негізі Lovable-мен істеуге болады, логикасын барлығы, бірақ ол жаққа сізде көп токен керек болып қалуы мүмкін. Lovable-ды сатып алу керек болады. Ал бізге Lovable емес, курсорды алсақ, кейін курсор арқылы мобильный версия, Telegram бот сияқты бүкіл нәрсеге жасауға болады да. Сол үшін курсорды алғанымыз дұрысырақ.
Так, мынаған не жетпей қалды. Мына жақта тұр. Так, ладно, мына текстін былай жете салайық. Келесі сұрақ. Артта деген қаяқта. Қайтегер екен. Келесі сұраққа жетейік та. Resizing тек. Фонт таппай қапты. Кейде фонтты Enter деп таңдай саламыз. Фонтты таппай қапты. Enter деп таңдап так, тесттен шығу процент. Мына жердегі чуть-чуть 30 көтерін кеп тұр. Ой, сөйлемес. Сен былай түс. Осылай әдем болады. Кішкенде осыны өзгерістер керек болады. Соңында нәтижесі. Жеке жол картаңыз дейді. Жеке жол картаңыз. Мына жерде колледждер мен университетке ұсыным. Мына жерде ұсыным. Мынаны алайық. Мынаның ұсынымдар кішкене әдемірек екен. Қай универде, қай колледжде осы мамандықты оқи аласың деген ұсыным. Дейміз да. Так, бөліп қоямыз. Бұл жерде де фонттарымыз чуть-чуть шайып кетті. Таңдап тұрып барлығын таңдаймыз да. Resizing түгіт жөндей саламыз. Хидерді түгіт жөндей саламыз. Так, тексттердің бәріне сәйкестік тапты. Колледжмен ұсыныс. Біз басқасын көшірдік па не? Мынаны көшіріпті. Мынаны көшірдік қой саған. Мына жерден ол университеттердің аттары кішкене әдемірек жазылды да. Сол болдыңыз да. Хидерді текстке мұны жетіп алайық. Сені амда фок еткізіп бәріне таңдайық. Басты бетіміз қойып кетті. Мынау линк ба. Так, басты бет, диаграмма, колледж бен нелердің нелердегі ссылкалары, телефондар. Бұларды енді процессе данылар өзгерте саламыз. Естіп фонттарын таппай қаладына деті бар. Енді ол құтты қиын емес. Дизайндайын болғаннан кейін. Так, body кетті. Келесі этап бізде мынау main дейміз. Мынау тест бастау деп бөлшеріп қойып, өйткені бұларда қазір керек болады. Тест процесс. Нәтиже деп қойсылайық. Вроде бүкіл бетті ауыстырдық. Так, банайден тағы көріп қойық. Қандай беттер керек болып қалуы мүмкін бізге. Өз жолын тауып мынаны басқан кезде ол мынаған өтеді. Аты жөнін басқан кезде тест басып мынаған өтеді. Ол мынаған өтеді. Жоқ, мынаған өтеді та, соңында жүзді шығады. Қарапайым сайт. Бірақ кішкене функциялармен бар, иә. Енді неге мен нақтын бәрін дұрыстадым? Өйткені разработка кезде фигмадан кейде мысалы мына суретті көшіру керек болады. Салатын кезде мысалдан басып экспорт десеңіздер, тек қана осы суретті экспорт жасай алады да. Тесті қосақтап, тек осы суретті қолдан аласыздар. Фигма соған күшті арналған. Экспорт аласыздар, негізі импорт суретті ауыстыра аласыздар. Бананиді жасаймайсыз. Бананиді тек қана промптпен ғана жасай аласыз. Промптпен дәл мына суретті ауыстырып табу деген ұзақ процесс болады. Лучше фигма ауыстырып, түсінде бәрін оңай өзгерте беруге болады. Тексттарын, қателіктерін, мынау жабысып тұр. Бананиға мынаны кішкене асыға түсір деп түсіндіргенше, лучше түкет. Ладно, мынау бір авто лейаутта тұрған шығар. Шықлап үйренуге болады. Қатты қиын нәрсе емес, просто яқтан шықлап отырасыздар болады. Так, енді бастайық. Бізге нақты қандай функциялар керек? HTML, CSS, JavaScript керек болады. Ана функцияларға басқа крупный ештеңе қажет емес. Енді барамыз да курсорға Open Project демейміз, бір проектті бастаймыз. Давайте бір проектті бастайық. Мына жерге кіреміз да жаңа фолдер ашып, бұның атын не деп қоямыз?
Бұның аты проф тест. Проф ориентация тест деп қойық. Проф тест 2 деген аны бағын алдындағы неміз ғой біздің экспериментіміз. Open project дейміз да, осы файлды таңдап қоямыз. Проф тест пустой болады. Окей дейміз да, просто курсорға ашып қоямыз. Пустой. Енді мына агент шығады. Агентті басақ, мына жерде агент деген жасап беруде, план деген пландап береді, debug деген ошибканы тауып береді, ask деген просто сұрақ жауап. Қазір барлығын қолданып үйретемін. Ең басында бізде проект пустой ғой. Былай істейміз. Бізде мынаны бүйтейік та. Көшіріп. Мынаның егер промпты болса жақсы да, қазір проектке қолданғанғаша біз бұның промптын таба аламыз ба қазір? Промптты тапсақ вообще күшті болады. Career қолдану, career center. Так. Проф ориентация сайтына түзу дейді. Осы сияқты. Біз түсіндіруіміз керек. Неге? Райс деген голландиянка. Enterprise. Не үшін керек? Ананиға жазған неміз. Find your future direction деген осы сияқты ғой. Болашақ мамандық. Secondary. Enter name, answer, қыртым сыртым. Туда-суда. Міне. Осын көшіремін да. Мына жерде уже проекттің қазақшасы тұр екен ғой. Осын көшіріп. Проект түсіндірмесі деймін да. Осыны полный жазып мынақа салам. Енді агент демеймін, план деймін. То есть осы проектті жасауға жоспарлау керек екенбіз. Соны маған жоспарлап бер деймін. Өйткені бірден бастасын болсам, мынау бастайды сразу. Неге жазып бәрі нәрсе істеп кетеді да. Мүмкін бұл қиын вариантпен істейді да, бекерге мен уақытым болады. Сол үшін проект түсіндірмесі деймін да. Жинақталған түрі. Түс ақ деген керек емес, өйткені менде фигмада несі бар, дизайны бар, күтілетін нәтиже. Фигмада дизайны жасалған түрі бар деп бүкіл контекстті беріп қойын. Жерге бүйтсек болады. Рөл бермейміз, сен әлемдегі ең күшті сайт жасаушы мамансың. Контекст соңында күтілетін нәтиже ол план деп тұр. Давайте көрейік, не береді бізге. Осы сайт жасауға сайтты қай технологиямен жасағанды қалайсыз дейді. Так, React-пен жасайтын болсақ, ол бізде не істейді? Установка сұрайды, потом барып настройка жасау керек болады, анау кейін болады да. Сосын мен таза HTML, CSS, JavaScript деген келіп тұр, ең простой. Өйткені аяқтағы мынаған мен мысалы веб білім жетпейді. И білімдерін жететіңіз болса, лучше осын қолданған дұрыс, но скорее всего күрделі түрі ғой. Бірақ ода яғни установка бар, запуск басқаша деген сияқты. Мен мынау ғана жетеді маған. Так, алғашқы нұсқада қандай көлем керек дейді. Толық нұсқа 50 сұрақ, нәтиже топ 5 мамандық колледждер. MVP дейді, тест, негізгі нәтиже қарапайым PDF, тек Figma дизайн қолқа түсіру. Жоқ, логикасыз емес. Мынаны жасатайды, мынаны и так жасай алады. Логоның өзінен жасап береді ғой. Біз курсорды мынау кішкене қиындау түрі. Басында қиындау түрін таңдамаған дұрыс, өйткені крупный болып кетеді да. Сайтымыз басында new проблема келеді. Сол үшін бір простой версиясын таңдаған дұрыс. Так, Figma дизайн қалай береміз дейді. Figma сілтемесін қазір беремін, кейін беремін, алдымен архитектур логика жоспары. Figma жоқ, сен өзің қарапайым дизайн ұсындық жоқ. Фирманың тізімін беремін ғой. Figma'ны бермей, сразу осыған-ақ дизайн жасатуға болады. Бірақ ол кезде біздің ойымызбен попал не попал болады да, бұның қандай дизайн жасайтынын білмейміз ғой. Үшін лучше бөлек дизайн жасап алған дұрысырақ та. Так, таңдау жасады, енді жоспар жасап беріп отыр маған.
не істеймін дейді. Индекс HTML-ға лендинг жасаймын, тестті батырмасын, сұрақтар, рейс қорытындысы, топ 5, жалпы стиль мынандай, JSON-када мынандай сұрақтар болады, ұпай есептеме типтер осындай болады. Мамандықтар картасы, колледжде тұрып алып, JSON-када болады. Бит логикасы, PDF генерациясы. Іске асыру кезеңдері UI скелетон дейді. Үш негізгі бетте лендинг сыртын түсінікті болады дейді. Мынандай жасаймыз. Есептеу құрайлары типтер беріледі. Мамандық сәйкестендірудің логикасын жазып отыр. PDF экспорт. Figma. Сен Figma сілтемесін жіберген соң, осы құрылымдағы апдейттерге дизайн бірде-бір жақындатып, жүйесін жоспарлай, инфолық сақталады. Ананы тәуекелдерім шешімді сұрақ сапасы сәйкес алдын ала тексеріледі дейді. Тым ұзақ тест MVP нұсқалау нұсқасымен бапта форматта сол өтеміз. Алдымен қарапайым мәтіндік PDF кейін диаграмма қосу. Басты PDF-ті кейін жүндей береміз ғой. Келесі тудушкалар не жасайтын тұрған тудасы алғанда, енді айтады, агентке өткізіп осыларды жасақ дейді. Мен пландадық, ұнады маған пландар. Мыналардың бәрін жасау үшін енді билдті бассақ, ол бізде агентке өтеді да, осылардың бәрін жасап берем дейді. Енді мен Figma ссылкасын берім керек. Мынаны тік басам да, үстіндегіні көшірем да. Figma дизайны осыны қолданып жоспар бойынша сайтты бастатсам деймін да. Агент қадем. Онан бәрін жасақсы келіп отыр ғой, я? Опай, қартам сартам ұзақ. Мына жерде тек қана бірінші бетін жасатып, потом намын пассивен жасатпаймыз ба, я? Или осыны ұра береміз, а? Базалық құрылымларын жасау дейді. Давайте. Мынаны беріп, Figma дизайн беріп, мынамен коннекшн жасадық. Негізі Figma дизайн пласта берген кезде бұл қазір айту мүмкін. Figma мен коннекшн болмайтын кезде сеттингске барамыз да, курсор сеттингске барамыз да, мына жерде. Так, мынаны жауып салайық. Так, бета MCP деген болады. Installed MCP, мына жерде add custom MCP деген болады. Так. Figma контент тікелей оқи алмадым, сондықтан түстік жеңіл мектеп оқушы түсікті қиын нұсқамен бастан кейін Figmaға дәлдеп тюнинг жасаймыз дейді. Оны бастап кетті ғой бәрін. Жайт бастай берсін қазір. Может, бұл да нормальный дизайн береді. Біз негізі Figma мен MCP мен қосуымыз керек еді. Figmaдан оқу үшінші ссылкасын. Мынау қазір өзінің ойынша, өзінің стилімен бір сайт жасап берді. Осының стилін көрейік қазір. Ұнамаса Figmaға жөнде дей саламыз. Жасап, результат жасап болған соң видеоны қайттан жалғастырамын. Біздің проект бүтін жасап болды. Ең соңында не жасалған түсіндіреді. Индекс HTML ашылды, тест HTML ашылды деген сияқтынан бәрін өзі жасалған жұмыстар түсіндіріп береді. Не жұмыс істеп тұр? Қазіргі таңда оқышы аты жөнін енгізеді, 30 сұраққа жауап береді, анау қыртымсырды маң дейді да, соңында маңыз ескерту дейді. Figma сілтемесі ашылғанымен веб арқылы нақты дизайнларды толық оқуға алмадым дейді. Figma-ның өлшемдерін бер дейді, немесе скриншотпен экспорттап жасап бер дейді. То есть біз Figma-ның бірінші нәтижесін көрсетейін, нәтижесін көру үшін сіздер мына индекс HTML дегенді ашу керек. Мынаны басып, үстінен басып open in browser десеңіздер болады, дәл осы жерде ашылады. Или же барамызда проект ашқан жеріміз бар ғой біздің, профтест деген. Индекс HTML-ді просто аша саласыз. Бана React, анау деген ашсаңыздар, ол установкамен, сервермен жасау керек болатын да. Мына жерде мынандай қарапайым болды. Функциялар бәрі істеп тұр. Тест қалай өтеді деп тұр. Тест тапсырамыз. Мына жерге атын жөнін жазады екенбіз да. Қолмен бір нәрсені құрастыруға жөнде ұнатамын дейді. Келесі деп. Просто әшін тексеріп көрейік. Ой, бұл жерін ал несі де бар екен. Түсініксіз бір шкала бойынша таңдаймыз ба? 30 сұрақтан көп екен, PDF тексергенге жатыр. Қалай несейді екен?
сақтауды жасаған екен. Вот дизайн бермесек көрдіңіздер ме, өзі әдемі емес болып шығарады, көре ал нәтижені. Ол нәтижені көретінде дизайн жоқ. Енді біз дизайнды бұлай берсек болады, скриншоттап берсек болады, бұлай. Скриншоттап берсек, бірақ бұл қазақша текстті кейде оқи алмауы мүмкін. Аралары қатынашын оқи алмауы мүмкін, размерлер деген сияқты. Скриншот емес, лучше біз дәл осы Figma мен MCP-ді қосып берейік. Untitled деген кішкене проекттің атын қойып қойшы, әдемі емес екен. Career Start дейік. MCP-ді қосу үшін, MCP деген сол Figma мен связьді қосу үшін курсор сеттингске барамыз да. Сен жабыла тұр. Сен чуть-чуть былай тұр. Мына жерде add MCP, custom MCP деп тұрады. Осын бассақ, мына жерге қазір Figma-ның ссылкасын анамнан қою керек. Мен оны жазғым келіп тұрған жоқ, бір жағынан білмеймін қалай жазу екенін. Зерттеуге болады әрине, бірақ жазғым келіп тұрған жоқ. Мен бүйтемін. Figma MCP бүйтейін. Проектке MCP қосып берсем деймін да. Enter басам. Агенттің таңдасам, ол бізге өзі жасап береді. Мына жердегі файлдардың бәрі өзі ашты, өзі оқыды. Сол жақсыда қолмен жазып отырған жоқ, GPT-ден көшіріп салып деген сияқты. Бұл біздің орнымызға файлдың бәрін ашып, бәрі салып береді. Түсіндім, жобаға Figma MCP қосу үшін алдымен репода MCP конфигурация бар жоғы тексер, содан кейін Figma серверін қосатын дайындайып, конфигурация жасап берем дейді. То есть қазір іздеп жатыр Figma MCP қалай қосатын, интернеттен іздеп жатыр. Figma-ның документациясын оқыды. Create деп бір нәрсе енді қосты. Көрдіңіздер, мына жерде уже сразу мына екеуін өзі ашып берді бағанағыдай. Мынаны қосты, ішіне жазды. Так. Бұл проектке курсорды қосу үшін MCP конфиг қосылды. Мынаны қосып жібердім сонда. Local хостпен қосты ма? Бұл проект курсор Project Level MCP конфигі қосылды дейді. Сервер Figma Desktop, URL дейді. Қолдан Figma Desktop аш. Қажет Figma файл аш. Ой, бауырым. Менде desktop емес қой, менде мынау ғой. Figma ссылкасы осы MCP-де қолдану үшін қолдансан деп жазайық. Мынау что-то менің десктопмен байланып жүрді. Негізі басқаша жасау керек еді. Қазір көрейік. Осы файл кілтін қосып, remote desktop екі режимде дайындаймын дейді. Қайсысы қолжетімді болса, соны қолданасың дейді. Мына жерде ол бізге инструкция берді. Инструкцияны да өзін жаса деп тұр ғой. Мен жасағым келіп тұрған жоқ. Мына жерде түсіндіріп жатыр енді. Міндетті Figma файл берді. Figma'da personal access token жаса, жеке access environment орнат, курсор reload start жаса дейді. Все-таки мынаны жаса деп тұр ғой. Так, файлдың аты алған, мына жақтан. Файлдың аты мынау болып тұр, аишкамен. URL деп тұр. Енді Figma access tokenді мына жақтан по-любому ал деп тұр ғой. Полный жасай алмайды екен бәрібір. Figma'дан personal access tokenді жаса дейді. Access token қайдан аламын десек, Figma'ны аш дейді, Career Center файлын аш, dev модқа өт дейді. Так, ашамда. Dev модқа өт дейді. Мен басып, open in desktop десек болады, widgets. Бұлай істейік, мысалы жасай алмайтынбыз, қалай жасайтын. Мынаны ask-қа ауыстырамыз, қалай сұрау керек екен. Figma desktop деген андай браузер емес, андай бұлай установка жасап істеуге болады дейді, мына жерде тұратын. Мен онда жасағым келіп тұрған жоқ. Figma сайт арқылы Figma access token қалай аламын. Әр қадамын көрсетіп түсіндір.
дейміз да сұраймыз. Ол бізді түсіндіреді. Қалай ашу керек? Әрқашан түсіндіремін. Мынаған кір, оң жағында профиль аватарын бас дейді, оң жағында профиль аватарын. Артқа шық депті, оны оң жағында мынау профиль аватар. Потылайтмай дейді. Back to files кетейікші. Жоғары оң жақта settings немесе account settings бөліміне кір дейді. Так, басамыз. Settings. Personal access token бөліміне бар дейді. Так, personal access token бөліміне бар дейді. Жоқ қой ондай. Аккаунтты мынау өзімнің басқа почтамды өзгертіп жасап көрейінші. Мынау бұл жұмыстағы аккаунт қой. Мен жеке аккаунтыма өзгертіп көрейін қазір. Егер істемесе, сол жұмыстағы фигмамен істей беремін. Оны ауыстыру керек. Авторизация қайта басар керек. Хорошо, мынаны басамыз да. Деп бас дейді. Мына жерде қазір add плагинде фигма шығады дейді. Сол кезде мұнамен кір дейді. Басқа аккаунт болса фигмаларды алып жаса дейді. Оям дегенде істе дейді. Істесе үшін или бүйтесі сақтап болады ғой. Сіздерде бұнда қате болмайды, скорее всего, өйткені MCP бюджет қосыласыздар ғой. Менде екі аккаунт бірімен араласып кеткен ғой. Lookout. Loading дейді. Мен фигмамды жөндедім. Needs authentication деп тұрады екен, яғни логин жасау керек. Менде мынандай логин қате болған. Басқан кезде мынандай запрос сұрайды. Курсор сенің фигмаға доступ сұрап жатыр деп. Open дейміз да. Кеттік. Мына жерде менде фигмада и так өзімнің почтам тұрған. Почтам қойды. В общем, короче, кетті. Так, жасадым. Енді мына почтам тұрған ғой. Енді мынаны тексеріп көрейік коннекшнда. Так, сол сәтте бірден қоямын деп аккаунт ауысқан тексеріп берем дейді. Мынаны жазсаң тексеріп берем дейді. Ал, тексеріп бер көрейік. Қай почтам тұрған? Еле жазбайды екен, қай почтам тұрған. Мында функциялар бар екен. Ранее қойым инфигма дейді. Қай почтамен тұрғанын тексеріп береді екен. О, шықты, қатым-сатым тұрасы да болды. Так, жалғастырамыз проектімізді. Бағанағы промптымыз қайда біздің? Фигмасын жібердім, қатым-сатым. Мынақты жөндеп атыр. Мынақты жөндеп атыр. Мынаны көшірем да. Қайттан мынақты қоя салам. Индекске фигма дизайн бергенде өзгертіп шықсаң, керекті сурет иконкаларын барлығын жүктеп ал дедім да. Так, агент қостым. Басам да. Так, енді бүкіл коннекшн бәрін дұрыстаған соң көрейік. Тікелей 2:1 ноты дизайн контекст скриншот асет сілтемелерін алып, соған сәйкес индекс символын стилі толық жаңартамын дейді. Так, running дейді. Міне көрдіңіздер ме? Біздің дизайнды көшірді. Ой, тура сол дизайнды көшірді деген сөз. Connection болды.
сіздер скриншотпен беретін болсаңыздар мына суретті ол ала алмай қалады, өзі құрастырмайды ғой, оның орнына өтірік сурет қоя салады. Түстерді кейде құрастырмай қалуы мүмкін, мына иконканы дұрыс ала алмай қалуы мүмкін. Сол үшін фигмамен коннекшн жасаған дұрысырақ. Бірақ осы фигмамен коннекшн қанша коннекшн жасайтын, соны білмей тұрмын. Так, давайте мен интернетте іздей курсор енді Figma Free Connection дейді. Осының EI өзі есептеп берсін бізге. Настройкасы дейді, Connection дейді, қатым сыртым дейді. Байықта. Лимит деп қойық. Так, Figma тегін болса, так, айына 6-ақ тул шақыра аласың дейді. Платный болса 2-3 тулға шын кете алады. 2-3 тул деген 6-ақ запрос жібере аласың деген сөз ғой. 6-ақ запрос жібере аласың. Мынаны 1 запрос, 2-3 запрос, 4 запроспен жасап үлгереміз бе, қазір көреміз. Курсор бізде и так платный болса, курсор проблема жоқ. Осы 6 запрос. Енді келесі запростарға егер біздің неміз жетпей қалса, Figma запросы мыналарды скриншотпен бере саламыз. Көшіріп, импорт жасап деген сияқты. Пока что лимит бітпей тұр. Is waiting for command to finish дейді. Видно. Кейде қарап отырмыз керек, өйткені доступ сұрайды. Біз наны скачать етейін ба, наны жасайын ба, ранды бас деп, бөлек ранды бас деп, өйткені файлдарыңызға доступ болу керек қой. Сол үшін бүйтіп қарап отырайық та, доступ беріп отырасыз. Yes, run деген сияқты. Мен алдыңғы проекттерде доступ беріп қойғам, сол үшін менен мүмкін сұрамауы мүмкін. Кейде сол доступ беру үшін қарап отырайық болады. MCP алып жатыр, мынақты файлдардың бәрі. Алында файлдар. Қазір мынау нәтиже шыққан соң видеоны жалғастырамын. Біздің курсорымыз жасап бітті. Ассеттер жүктелді дейді индекске. Индекс мыналар қызылдар өшті. То есть қызылдарды өзгертіп шықтым. Жасылдарды қостым деген мынандай репорт береді отчет соңында. Одан кейін не жасаған, не істелді, толықтай құрастырылды. Яғни мынау не істелді деген не үшін оқу керек, қалай жасалып жатқанын да түсіндіреді. Бір жағынан сіздің код жасау біліміңізді артады осымен. Өйткені кейде өзіңіз қолмен де жөндеу керек болып қалады ғой. Суреттер мына жақта сақталған дейді, өзгергендер дейді. Так, маңызды қайтарылған жол тікелей жүктеп локал файлдар байлап қойдың дейді. Сайтпен емес, локальный байлап қояды, түстер анамалар барлығы жақындатылды дейді. Дейміз да, индекс HTML-ға барып, ашып көреміз. Мін, бағанағы біздің әдемі сайтымызға мынандай әдемі сайт қылып жасап берді. Мыналар, скорее всего, істемейді. Толықтырақ түрін деген асыға түседі екен. Тест тапсыру деген өткізіп жіберген. Өйткені тест дейтін HTML-ға өтеді ғой. Біз бұны жөндейміз қазір. Туралы қалай жұмыс жасайды деген астына бәрін жасап қойған. Кеттік, тест тапсыру бетін енді тест HTML дегенге өту керек екен. Мына жақта не қылып тұр, біз мына жақта тұру керек қой ол. Артқа қайтайық. Келесі өзгеріс. Енді бізге тест тапсыруға басқан кезде мына бетке өтіп отқанын біз тест HTML-ді түсініп тұрмыз. Сол үшін не істейміз? Контекстке тест HTML-ді әкеп береміз. Бұлай, стап тұрамыз да, әкеп қоямыз. Немесе әкеп қиын болатын болса, собачканы басамыз да, тест HTML деген өз таңдайды жазамыз да. Осы жерге енді қай дизайнды қойымыз керек? Так, курсор. Қайдасың сен? Мына. Тестті бастауға мынаны бастаймыз. Мынаны қараңыздар, мен әдейі мынаны бет көшірген кезде, мына жақта нот өзгереді. Ноттың ID көрдіңіздер ме? Мынаны бастам, мына нот ID өзгереді. Детализация көшірсеңіздер, просто мына ссылканы берсем, мына бет жасаймын, мына бет жасаймын, шарасады да. Сол үшін мына бет таңдап отырып, мынаның ссылкасын беру керек.
бетін Figma дизайнға өзгертіп шықсан дейміз. Кетті. Енді мына бетті мынаған өзгертеді. Соны күтеміз. Ассеттерді жүктеп, содан кейін бет құрылымы стилі жаңартамын. Уже суреттерді жүктеп алу керек, ол түсінді. Бізге алдын ала жазуға жоқ болды. Давайте мына Figma жасала бергенше, мен сіздерге бөлек тағы бір нәрсені түсіндіріп кетейін. Бағана мен айтқам, Figma бізде тегін версияда 6 запрос жасайды. Бізде жұмыста мынандай Figma-ның мынандай версиясы бар. Бұл образовательный колледждің образовательный аккаунттарыңыз болса, ол аккаунтта не болу керек? Мынандай аты жөніңіз edu.kz. То есть edu.kz деген сөз бұл образование үшін арналған деген сөзді. Осындай корпоративный почтаға өткізген болсаңыздар колледждеріңізді, сіздер мынандай Figma-ны 1 жыл тегін образование үшін қолдануға запрос жасай аласыздар. Ол үшін мынандай сайтқа кіресіздер. Потом students немесе не екен, студент немесе мұғалім екенді дәлелдеу үшін сіздерге Figma тегін беріледі дейді. For education деген міне. Көрдіңіздер ме? Сосын мынаны басасыздар. Мына жерде сен мынамен жеке почтам болып тұр. Қай жерде жұмыс істейсің дейді. Higher education деген сол не ғой? Колледждер. Social email адрес yes дейміз. Currently generating from no дейміз. То есть мен қазір кіріп тұрған жоқ, сосын ашып қойады. Yes дейсіздер. И осылай мына жерде yes дейсіздер да. Так, next басайын ба? Не істейді екен мұна қазір next бассам. Қандай. Сен енді сұрайды, студентсің ба, educatorсың ба, администраторсың ба? То есть мұғалімсің ба, студентсің ба? Негізі колледж студенттеріне осыны беріп, мынандай корпошталар болса, бізде бүкіл колледжде студенттерден JIX edu.kz деген корпоштамен ашып берген болатынбыз. Бұл колледж осы корпошта системасына өткен болатын. Енді любой студентті Figma-ны қолдануға мүмкіншілік беруге болады. Educator деймін да, мына жерде сен кімсің ол жақта? Мен так, кім болып істейсің? Компьютер сайенс. Next басып. Оны верификация кетті. Маған, скорее всего, ашып жоқ дейді. Өйткені менікі почтам просто жеке почта болып тұр ғой. Верификация бермейді. Мен мынаны алып, мынау мектептің колледждің почтасы болып отырған аккаунтқа кіріп, верификацияны бассам, сен и так education статуста сен верификация өткенсің, сенде бүкіл Figma-ның тегін версиялары беріледі саған дейді. Кажется, 1 жылға беріледі. И осылай істеп алсаңыздар болады. Бірақ ол ең алғаш сіздер мынандай корпоративный почта системасына өту керексіздер. Мынандай корпоративный education системасына өтсеңіздер, көп AI-лар сіздерге тегін версияға береді. Educationға 1 жылға тегін версия болады. Figma бар, Canva бар, көпсі береді солай. Просто запрос жасауды көру керек болды. Ең алғашқы сол корпоративді поштаға өтуге тырысу керек. Мынандайға. Так. Не отыр біздің неміз? Так, тест HTML жасалды дейді. Не өзгерді? Там қыртым-сыртым бәрі өзгерді. Все хорошо дейміз да. Мынаны бір обновить етеміз да. Тест тапсырып өтеміз. Міне, тура солай жасап берді. Айсұлтан, сыныбыңыз 9-8 деп мынаны да түсініп тұр. Атыңыз кім дейді? Атымыз Арман дейік. Тесті бастау дейік. Мынаны әлі қосып қоймай дегенде мынау е. Тесті бастау. Негізі біздің дизайнда. Дизайнымыз қайда біздің? Дизайнымызда мынау емес, мынау тест прогресс. Так дейміз да. Енді кетеміз. Тест прогресс дейтін бізде жоқ. Бұлай қыламыз енді. Тест HTML бетінде тестті бастау кнопкасы басылғанда тест
бетті бастау батырмасы басылғанда келесі бетке өту керек қой. Келесі бет бізде тест процесс десе қойдық. Тест процесс HTML бетіне өтіп фигмадағы дизайнды жасап шығарсан. Және мына жерде мынандай функция бар. Біз аты жөнімізден таңдаған сыныптарымызды өту керек дейміз. Қолданушы енгізген аты жөні сыныбыңыз бен бірге сақталып өту керек дейміз да. Дұрыс түсіндіре алдық па? Қазір жасап көреміз. Егер сіздер промптты дұрыс түсіндірмеген, кішкене күмән болса, мына басасыздар да ask дейсіздер, немесе планды басасыздар. Мен дұрыс түсіндіре алдым ба саған деген сияқты қылып. Мен түсіндірдім батырманы жаңа. Өйткені мына бетіне ауыстырып, әр фигмада қоям, аты жөні сынып дерегін сақтап өткізем, алдымен фигма контекст тартып аламын. Болды, мен дұрыс түсіндіре алдым. Егер мен қате түсіндіре алғанмын деп ойлансам, мына екеуін ask-тен кейде мен сұраймын, осылай промпт жазғаным дұрыс па деп. Осылай түсінікті ма десем, иә түсінікті дейді, немесе мынаны қос дейді. Кейде сұраймын, курсорда қалай дұрыс қолданған дұрыс, токенді жегізбеу үшін көбірек мынаяқтағы автоны қайсын қолданған дұрыс деп, любой нәрсені осыны сұрай беремін. То есть бізге уже мұғалім де қажет емес, Google-да қажет емес, осы AI мен өзін қалай қолданып деп сұрай берсеңіздер болады. Агент деген соны қолмен жасап береді. Маршрут сақтауын байланыстырамын дейді, жаңа файлды apply қосамын дейді, сондықтан дәл қанты жасаймын. В общем, жасап жатыр екенсіз. Жасап болған соң қайтып келеміз. Запроста кейде тек қана запрос тастап қойып, результат көре бермей, кейде мына нәрселерді оқу керек. Бізде мына проекттің ішінде тест процесс деген HTML-да мен файл жасай алмай жатырмын дейді. То есть мынау папкаға сен рұқсат бермедің маған дейді. Сол үшін не дейді? Тест процесс деген HTML файл ашып берші дейді. Одан кейін мен жасап беремін дейді. Сол үшін кейде осында запростарды оқу керек. Мына кіреміз да, мына жаққа new файлды басамыз да, HTML-ды басамыз да, ашып бердім. Файл ашып бердім. Дизайн жасауды жалғастырсан деп қайтып жазып жібереміз. Негізі мынандай файл ашамайған кезде өзі запрос жасайтын файл қосуға рұқсатты бересің бе, бермейсің бе деп. Сол кезде мен рұқсат деп басым керек еді. Сол кезде ол жалғастыратын еді. Мынада рұқсат сұраған жоқ. Керемет, енді бірден жалғастырам дейді, ары қарай енді кірісіп кетті. Тест процесс бетін жасап бітті. Мына жерде не жасағанын түсіндіріп жатыр. Сайтқа кіріп, бір рет міндетті түрде обновление жасаңыздар. Өйткені код өзгерген кезде тағы да апдейт жасау керек. Мына жерге Арман деп жазамыз да, 8-ші сынып екенін таңдаймыз. Кейде даже қараңыздар, ештеңе жазбасаңыздар, мына жерде проверкасы бар ба? Атын енгіз деген сияқты. Мен ол проверканы қос деп айтқан жоқпын, ол өзі түсініп алды. Енді разработка стандарттарында проверка бар ғой. Тест туралы ескертпей асықпа, ойлан тұрда суда дейді, мыналардың барын скорее всего дизайннан алған шығар ол. Дәл өз дизайннан алды. Дереккөз құпия сақталады дейді. Тестті бастаймыз міне. Тест шығып тұр. Қолмен бір нәрсе құрастырумен жөнінен ұнатамын дейді. Мүлде сай емес, беттері көбінесе толықтай сай. Келесі сұрақ. 30 сұрақ. 30 сұрақтың бәрін. Мынада нәтиже шығару жоқ қой. Давайте мынаны бәрін шығарады. Тесттен шығару болады. Туда-сюда болады. Соңғысы бізде не қалды? Тест процесс емес, нәтиже деген көшіреміз да. Бізде ол result деген бет. Result бетін Figma дизайн жасап шықсан дедім. Алдыңғы
беттегі ақпараттарды сақтап осы бетке өту керек екен. Алдыңғы бетте тест тапсырады бүйтеді сөйтеді ғой. Осыларға байланысты тест нәтижесін шығар дедім. Даже мұнан логикасын қалай тексереді екен, ол өз адам оқып тексеріп алатын шығар, көреміз қазір. Кетті. Негізі қазір мынаны жасап болған соң мен астқа өтемін да. Мына логиканы қалай тексердім деймін, неге байланысты, тестке байланысты нәтижені қалай шығардым деп маған түсіндір деп айтам логикасын. Негізі оны реакция дегенде ол түсініп тұр ғой. Мынандай сұрақ емес, бейтарап не бейтарап жауап екен де ол түсініп тұр өзі. Өзіне жақта примерно зерттеу жүргізген ғой. Так, көрейікші, мына процесті қалай жасаған. Так, тесттің процесін маған түсіндірмепті. Қазір бөлек оны сұрай саламыз. Түсіндім, фигма контекстін жасайым дейді. Все, жасай берсін. Мына жерде мысалы контекстті ал деген кезде, мына жерде кейде ask every time деген менен әр кез сайын сұра дейді. Контекст фигманы алайын ба, алмайын ба деп. Мен run everything деп қой, менен сұрамай қой, сразу прямо ала бер деймін да. Қайта-қайта бүйтіп runды баспау үшін өзгеріп қойсаңыздар болады. Сөйтіп басқа өздеріңіз жұмыстарыңызбен видео көріп айналыса берсеңіздер болады. Так, соңғы бетіміз жасап бітті дейді. Жаңартылды. Туда-сюда. Давай тексеріп көрейік. Барабыз, обновление жасаймыз. Арман дейміз. Сыныпты таңдаймыз, тестті бастаймыз. Ой, 30 сұрақ кеттік. Келесі сұрақ бассам біреуін бас дейді. Бәріне толық сай болсын, көрейік қазір қандай нәтиже шығатын. Соңғысы нәтижені көру. Так, жеке жол картаңыз дейді. Сәлем Арман, туда-сюда, толық диаграмма, өсің мамандық мамандық. Түсінбедім. Енді результат бетіндегі тест нәтижесі неге шықпады. Дейміз, сұраймыз енді. Неге ана шыққан жоқ? Толық PDF жүктедік. Может, біз кішкене өтірікке топсағыда кетсондай болып кетті ма? Давайте кішкене бүйтіп бейтарап, толық, көбіне сай, толық, манке емес, чуть-чуть тапсырған күй жасайды, может. Толық сай деген бүкіл мамандыққа толық сай болатындай мамандық шықпай жатқан жер. Чуть-чуть бүйтіп разбавлять етейік. Нәтиже шыққан жоқ. Алып тастаған қойымыз тексерге тестті қайтарып алдырсам, қаласаң ең қауысқан сұқ. Так, нәтиже тест нәтижесін тексеру үшін қандай логика қолданылған? Тексереміз шығару үшін дейін да. Мұна жерден дизайнда ол, мұны мамандықтар, ладно, бірақ нәл осы колледждерде мамандықтар бар екенін тексеру үшін ол ақпарат беруіміз керек шығар. Мыналарды шығару үшін. Соны қалай жасады? Мынаның логикасын өзі құрастырған екен үшін. Мамандықтар ұсынылады дейді.
Так, профиль сақтадым, сұрақтарға жауап бердім, ұпайын санап алдым. Негізгі бағыттарды анықтау дейді, тізіміне ранкет дейді. Так, professions. Мынандай премияда professions'та жазып шыққан. Questions, сұрақтар. Так, мына жерде қайсысын қандай алады? PDF-ті қалай шығаратын жасап қойғанда. Біз түсінбесек те кірмейміз кішкене. Енді қатемен жұмыс істейміз де, осы жерде дейміз де, тік дейміз де, мынаны жіберіп, скриншоттап жібереміз. Тік дейміз де. Менде осындай нәтиже шығып тұр. Ешқандай мамандыққа ұсыныс шықпады дейміз де. Өзіне қатен береміз, өзіне жөнелткіземіз. Олай істеуге болады. Бәрі идеально шықпайды ғой. Уже біз логикаға араласатырмыз, функцияға араласатырмыз. Функцияда сол кішкене қателер болуы мүмкін. Скринден көрдім, ол блоктар ашылған, бірақ ішкі деректер ренделінбей кешен қоятын. Нақты бар дейді, бірақ елені ашу керек бет. Жоқ, ашатын ештеңесі жоқ қой. Жоқ, ашу түрінде көрсетші. Қарты ресет жаса дейді. Әне, ашылды. Дизайнды өзі қате жасапты. Так, реалистик қартымшасында жасаған. Мынандай мамандықтарға сай келесің. Неден мамандықтар енді кішкене жөнді керек болады. Біраз отырып, жоғын профориентация мамандарымен отырып, дұрыстау керек болады, әрине. Біз мынаны дәл осын көшіріп берген ғой. Колледжде туралы ақпараттар, сурет бәрін енді жәйменде өзгерту керек болады. Жоқ, мамандармен отырып деген сияқты. Біздің мақсатымыз тек қана осындай проект жасап беру ғой. Так, файл есебінде көшіріп берем дейді ғой мынау. Көрейік. Мә саған. Осыны қате қыламыз да, дейміз да, PDF ретінде жүктеу осылай қатемен шықты. Соны дұрыстасан. Так. Result бетіндегі ақпараттар шығу керек деймін, жазып жіберем. Даже осы қатенді жүндеп бердім. Мынау не мынау? Дым түсінсуға. Мықтып мынау фонттар дұрыс жасап отырмын. Көрейік қазір не істей алатын. Дұрыс байқадым, бұл Кирилл мәтінді шрифтсіз шығару мәселесі дейді. Басқа әдіске айналдырамын дейді. Қате болса да әрине қатентте осылай даже дұрыстатуға болады. Мынаны не үлкен қоғын осыны кішкене кішірету керек. Осылай қателермен жұмыстарды істеп жасай береміз ғой. Әр этаптарын бөлек-бөлек. Бөліп серьезный проект болғанда. Суреттерін өзгертуге болады, немесе ссылкадан тауып, мына суретті тауып берші дейміз. Бұл сурет примерно ACS-те тұрады. Ана, так, көрейік қай суретте тұрған. Түк. Алмайыз. Міне. Мынау Жамбыл медицина колледжді мына сурет қой. Значит, мына суреттің атын көшіріп аламыз да, шынымен колледждің суретін әкелеміз да, тура осы атымен қоямыз да, мынаны удалить етіп, осыны қоя саламыз. Вот, мына жерге сол сурет шыға салады. Тип контенттен жинай саламыз. Так, дұрыстап қойын дейді. Көрейік давай. Алман тедік. Көшірейік. Басынан жасап шығуыңыз керек па, не? Жарайды, басын жасап шығып, может, логикада бәрін, тесттің бәрін басын жасап керек болған шығар. Маяқта ақпараттан бәрін. Мүлдем сай емес, вообще сай емес, сай. Тараптаумын. Бұл жерде видеода көріп отсаңыздар, өткізсеңіздер болады. Бұл тек қана проекттің сапасын тексеру моменттер ғой. Дәл осы тексеріп шығасыздар енді. Амал жоқ. Сұрақтарды 30 емес, 3 сұраққа алып кел деуге болатын еді, бірақ 3 сұрақтың ол ненің логикасын тексереді.
Айбай. Шықты. Мынар өзгерді. Мына реалистик азғантай еді. Көп болып өзгерді. Значит, логика істеп жүр. Мыналар саған сай келеді. Мына колледжерде бар дейді. Так. Толық басылмай жатыр ғой енді сол. Жөндеп берсін. Так, бөлісу. Текст форматында бөліседі екен. Давайте көрейік қандай текст форматында. Шығармашылық реалистик екен. Осындай текст форматында бөліседі екен. Мәшін көшірілді дейді. Көшіріп, потом дальше. Сынауды кез. Бұл андай ғой. Мобильный версияны кірген кезде текст форматын шығартуға болады да. Ана PDF уже адам тапсырып өзін сақтап алады. Өйткені мен сайтын шығып кетсем, мынау бәрі өшіп қалады. Жерде сақталмайды бұл. Көбіне анау деп мына жерде ақталып отыр енді өзі. Жарайды. Өзің қатеңді өзің жөндеп бер деймін. Кейде дұрыс емес, мынандай библиотека қолданып қалады. Әр кез әртүрлі болады ғой. Осы қателерді жөндеп отыра бересіздер болды. Так, бір обновлять етіп жіберейік. Ашылмады, резервті PDF жүктелді дейді. Не ашылмады дейді. Визуальный түрде ашып беремін дейді ма? Ашпақ көш, бізге әдемілеп берші болды. Жоғыда біздің PDF-ті жүктеу бетіміз әдемілей алмайдыр оңынан. Тақта енді детально кішкене зерттеу керек болады. Соңғы рет бір рет тест тапсырып көрейік. Болмаса уже осымен жетеді бізге. Осы бағытып қойып. Кішкене PDF-пен жұмыс істеу процесс қиын болып тұр ма? Мамандардан сұрау керек болатын уже PDF-ке қайсысын. Кішкене зерттеу керек болады. Уже более қиында процесске жеттік қой біз. Соңғы бір шанс беріп отырмын. Olmasa o şeyden. Ayaktaymış. Что PDF-іміз қиынбай отыр. Бұны жөндейміз негізі, бірақ біздің бүгінгі саламыз бұл PDF емес, негізі курсорға байланысты болған. Курсормен таныстырдық. Дәл осылай проект ашып, мобильді қосымша жасау, Telegram бот жасау, кез келген нәрсені осымен жасауға болады. Агент қосасыз, пландайсыз, ашып жасайсыз, туда-суда бәрін жасай бересіз. Бұл біздің 2-5-тік тақырыбымыз болған. Соңғы тақырыпты бізде енді дәл осы сайт, мысалы мына localhost-та тұр. Мына сайт сіздер көре алмайсыздар, ешкім көре алмайды. Осыған домен алып, уақытша домен арқылы адамдарға жеткізу. Дәл осы істеп тұрған процесті адамдарға жеткізу. Уже дайын негізі профориентациялық тест қой. Просто мынау сұрақтарын кішкене маман арқылы тексеру керек. И шыққан нәтижелерді маман арқылы бір тексеріп шығу керек болды. А так технический жағы бәрі дайын тұр. Дәл сол GitHub немесе Railway арқылы жеткізуді келесі сабақта түсіндіремін.